Құрметті ханымдар мен мырзалар, өнерді сүйген, өнерпазын мәпелеген алқалы әлеумет. Шапалақ болсын сіздерден. Мен амандырма сіздердің жауаптарыңыз болсын. Ардақты ағайын, президент 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Мұндағы мақсат өскелең ұрпақты қорғау, білім беру және әлеуметтік қамсыздандыру. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев балалардың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық шағы біздің жалпы ұлттық міндетіміз дейді. Балалар мемлекетіміздің жарқын болашағының кепілі. Ендеше Қазақстандағы балалар жылы аясында ұйымдастырылып отырған Саран қаласы балалар өнер мектебі қазақ халықтар аспаптары бөлімінің қанатында қалқып ән күйдің атты шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Су қадірін білмейтін бұлақ көзін ашпайды дейді. Бүгін осы Айтулы өнер мектебінің талантты балаларының өнеріне баршамыз куә боламыз. Абай атамыз айтпақшы, бүгін бұл ән бұрынғы әннен өзгерек демекші, бүгінгі кеш те басқа кештерден өзгерек болмақ. Олай болса, кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Алғаш тыңдайтындарымыз Түркештің күйі көңілашар. Орындайтын Тәттімбет атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрі. Оркестрдің дирижері, республикалық конкурстардың лауреаты Әбілқайыр Сағымбаев. Ермұрат Үсенов, Қоспасар, бірінші туры. Орындайтын облыстық жас музыканттар байқауының лауреаты Рахманали Әкімжанов.
облыстық жас музыканттар байқауының лауреаты Жансұлу Хишекеевқызы. Евгений Брусиловский, Шашу, орындайтын Республикалық тәуелсіздік жыр әнін конкурсының бас жүлде иегері Ислам Жұмағалиев. қазына 14-дің күз көктемі жазы да табиғаттың бар тынысы сыйып тұр қазақы бір осы өнердің сазына. Қазанғаптың күйі көңіл орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.
сүйеніп, романс. Ордайдың облыстық жас музыканттар байқауының дипломанты Ақниет Жақсылық. көңілде сөнбейтін, ешқашан өлмейтін құдірет ән. Ғұмырлы ән халықтың жаны, әннің құдіреттілігі сол, халықты жұдырықтай жұмылдырып, рухын асқақтата түседі. Кенен Әзірбаевтың әні «Бастау» орындайтын Республикалық шырқа даусым дәстүрлі әншілер конкурсының лауреаты, облыстық саралма сазы жас музыканттар конкурсының бас жүлде иегері Алтынбек Зайытхан.
орындайтын облыстық жас музыканттар байқауының дипломанты Айым Набиева. Шабельский-Шаргородский той бастар орындайтын Москва қаласында өткен «Зиму поворотимец 5» халықаралық конкурсының лауреаты, республикалық «Наш прекрасный Нур-Султан» конкурсының лауреаты, Күйтімар жас музыканттар облыстық байқауының жүлдегері Кристина Асуховская.
Тәттімбеттің күйі былқылда. Оркестрге өңдеп түсірген Евгений Брусиловский. Орындайтын қалалық мектепшілік конкурстардың жеңімпазы Мерейім Кәрімқожа. Құрманғазының күйі серпе. Орындайтын оркестр.
Еспайдың күйі бөгелек. Орындайтын қалалық мектепшілік конкурстардың жеңімпазы Ақжол Нұрмақанов. Айтқали Жайымов, Шалқыма, орындайтын халықаралық The Planet конкурсының лауреаты, Балдәурен, жас музыканттар облыстық конкурстардың лауреаты, жас музыканттар республикалық конкурсының қатысушысы Манас Алиев.
атсын, үйреткен даналыққа, адалдыққа сен деген жігерді де нәзік атсын. Халық әні Ақбаян. Орындайтын домбырамен ән салу классының оқытушысы Жазира Асанова. Махамбет Жұмыр Қылыш. Орындайтын домбыра классының оқытушысы, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған Қазақстанның халық әртісі Мағауия Хамзин атындағы күй құдірет аймақтық күйшілер байқауының дипломанты, шабыт шаттық атты 5 аймақтық орындаушылық шеберлік байқауының лауреаты Шынар Асабуева.
Құрманғазы күйлерінен Папури орындайтын Чехияда өткен халықаралық конкурстың бас жүлде иегері, Татарстан Республикасында өткен Крылатый барс халықаралық конкурсының лауреаты, Берлинде өткен Терра Берлинка халықаралық конкурсының лауреаты, Семей қаласында өткен Латиф Хамиди атындағы республикалық конкурсының лауреаты Үміт домбырашылар ансамблі. Бүгін міне біздің Қарағанды қаласындағы ең бір арқа еліне танымал, қасиетті қара шаңырақта өнер майталмандарымен бірге біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз өздерінің алғашқы қадамын жасады. Яғни бүгінгі бүлдіршіндеріміздің қадамы ары қарай сәтті болғай. Бүлдіршіндерімізге бүгінгі сахнаның киесі қазақтың халық аспаптарының үні және өнерде жүрген аға әпкелерінің жолын бергей. Бүгінгі концерт барлығымыздың ойымыздан шығып, барлығымыздың бір үлкен қанатқа серпілткендей болды. Өйткені бұл біздің қаламыз үшін ең алғаш ұйымдастырылып отырған концертіміз, яғни балалар жылына арналып отыр. Дәл осы сахнада Саран қаласының білім бөлімінің басшысы Арман Болатұлы келуі керек еді, бірақ жұмыстарымен келе алмады. Ендеше өнер ұжымына өзінің үлкен ілтипатын, ыстық лебізін білдірген алғыс хатын табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті
қазақ халқының ұлттық мәдениетін дамытуда тигізер әсері ұшан теңіз қазақ ұлт аспаптар оркестрі ұлттық музыка өнерін ғасырдан ғасырға жалғастыратын, келер ұрпаққа тау бұлағындай сарқылмас тарих қалдыратын мәдени ұйым. Саран қаласы балалар өнер мектебі бірлесіп өткізген, қанатында қалқып ән күйдің концертіне қосқан орасан зор үлестеріңізбен жас өнерпаздарға кәсіби бағдар беру ісіне белсене ат салысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Балалар жылына орай ұйымдастырылған жобаның арқасында өнер мектебінің жас таланттары мен оқытушылары жоғары деңгейдегі тәжірибеге ие болды. Алдағы уақытта сіздермен бірлесіп, нәтижелі еңбек атқарып, қызметтік байланыста боламыз деген ойдамыз. Сіздерге шығармашылық табыстар мен жаңа жетістіктер тілейміз. Саран қаласының білім бөлімінің басшысы Арман Бақтыбаев. Бүгін уақыттарымызды бөліп, біздің мектебіміздің кішкентай таланттарының өнерін көруге, өнерін қоштауға, соларды қолпаштауға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Әрқашанда балалардың артында ата-аналар тұрады, сондықтан осы жердегі ата-аналарға сіздерге алдымен рахметімді айтамын. Одан кейінгі мынау домбыраны қолына ұстап, қобызды қолына ұстап, ұлттық мәдениетімізді жоғары көтеріп, соны әрі қарай өркендетуге қол септігін тигізіп жатқан мынау кішкентай біздің бүлдіршіндерімізге, оқушыларымызға бүгінгі көрсеткен өнерлері үшін көптен көп рахмет. Сонымен қатар біздің осы кішкентай болсын балаларымызды құрметтеп 3 күн бойы осы жерде бізбен бірге жұмыс жасаған бірден бір ұжым Қазақ ұлттық халық аспаптар академиялық оркестрі Тәттімбет атындағы. Қазақстанда 4 оркестр болса, оркестр көп қой, соның ішінде академиялық аты бар 4 оркестр, соның ішінде ең бірегейі осы біздің Тәттімбет атындағы оркестр. Көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін, әрқашанда биіктен көріне беріңіздер. Ұлттық мәдениетімізді, ұлттық өнерімізді осылай халыққа, шетелдерге шығарып, соны насихаттай берулеріңізге тілектеспіз. Әрқашанда сіздерге денсаулық тілейміз. Баршаларыңызға көптен көп рахмет. Аспаныңыз ашық болсын. Елімізде әрқашан осындай бүгінгідей ән қалықтай берсін деп тілеймін. Осы дирижер Әбілқайыр бауырымызға да өте көп рахмет. Көп жұмыс жасады бізбен, еңбегіңіз жана берсін. Жас та болса бас болып, бүкіл оркестрді басқарып отырған Әбілқайыр бауырымызға көптен көп рахмет. Және де осы бір қолдап, біз осындай бір ұсыныс жасаған кезде, осындай жобамыз бар, қалай іске асырайық деген кезде бірден келісе кеткен Санжар Назарұлы, осы оркестрдің концерттік директоры, осы кісіге осы бір букет гүлді тапсырғым келіп тұр. Санжар қанат қаға берсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.